Түсіндер ме балалар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Тақырыбы туған өлке табиғаты, менің елімнің мерекелері қосуды және азайтуды үйренемін. Мақсаты қосу таңбасын заттарды қосатын таңба ретінде, алу таңбасын заттар тобынан алу азайту таңбасын ретінде түсіну және оларды пайдалану. Еліміздегі мерекелердің ерекшеліктерін түсіндіру. Балалар, бүгінгі күнімізді шаттық шеңберден бастаймыз. Бәріміз бірге қайталаймыз. Шырылдады қоңырау, біз сабақты бастаймыз. Партамызға отырып, өзара көз тоймаймыз. Табыс тілеп көзбенен жаңа білім алуға алға қадам бастаймыз. Балалар, бүгінгі математика сабағында біз сендермен бірге есімізге түсірейік. 1-ден 20-ға дейін тура, 20-дан 1-ге дейін кері санап өтейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Және кері санаймыз 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Балалар, есімізге түсірдік, тура және кері санап айттық. Енді табиғат туралы айтып өтеміз. Суретте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Суретте кең дала, тау, жайнап тұрған гүлдер, өсімдіктер, күлімдеп тұрған күн шуағы, ашық аспан көріп тұрмыз, Бұл әрине біздің туған өлкеміз Қазақстан. Қазақстан біздің еліміз. Енді біз өзіміздің, яғни сендердің қазіргі таңда тұрып жатқан қалаларыңыз туралы айтайықшы. Бірінші суретте не көріп тұрсыңдар? Әрине, бұл біздің Бурабай курортының керемет табиғаты. Көлдің ортасында орналасқан керемет тас. Бұл жұмбақ тас. Айналасын керемет биік-биік таулар, ғажайып әдемі әртүрлі ағаштар қоршап тұр. Ал екінші суретте біздің қаламыз Щучинск қаласының сыртқы ғажайып көрінісі. Үшінші суретте жаңағы Бурабайдағы оқ жетпес тауы. Ондағы тастардың орналасуы да өте ғажап. Енді төртінші суретке қарайық. Біздің тауға жазылған Бурабай жазуы. Ол түнде әртүрлі түске еніп жанады. Біздің туған өлкеміздің ғажайып жерлері өте көп. Айта берсем, сөз жетпейді. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл біздің қаламыз туралы, еліміз туралы. Бұл біздің туған өлке жөнінде айттық. Ал енді сендер өздерің туған өлке туралы не айта аласыңдар? Енді балалар, біз сендермен бірге міне қосу амалымен тағы да айтып өтуге, міне қосу амалы және азайту амалы. Қосу амалы болғанда сандар көбейеді, азайту болғанда ол азаяды, есеп шығарғанда. Және оларға біз есеп шығарғанда балалар тең белгісін қоямыз. Ол есеп шығарғанда есімізге түсіреміз, оны бәрін біз айтқанбыз сабақтарда. Және балалар, ой қозғауға арналған есептер. Осы есептерге балалар жұлдызша және алмай салынған. Осы есептерді біз шығарып көрсету керек, қандай амалдар болады. Және сергіту сәті балалар бәріміз бірге қайталамыз. Бір қадам алға, бір қадам артқа, айналады біздің паровоз. Қолмен шапалақтаймыз, аяқпен топылдаймыз, иықты қозғап, ал енді секіреміз. Балалар, енді ары қарай дәптермен жұмыс. Бірінші тапсырма, 28-ші бетті ашамыз. Ағаштар қандай ретпен отырғызылған айт.
цифрларды және таңбалардың көмегімен жазулар құрастырамыз, жабыстырамыз балалар. Міне санаймыз, бірінші қанша шырша және содан кейін қанша емен, соны жазамыз есепті. Және балалар, суретті қайталап сал. Суреттерге қайталап саламыз балалар, түйені біз қайталап саламыз сол оң жаққа. Және әрі қарай тапсырма. Суреттерге сәйкес жазуларды тап. Міне балалар, ақ қой мен қара қой, Мысалы, сендер санайсыңдар және төменгі жақтағы есептерді қарастырасыңдар да, қайсы есеп осыған сәйкес соны сызып көрсетесіңдер. Және әрі қарай балалар, гүлдер, қызыл және сары гүлдер. Сол есеп қайсына келеді, соны тоже көрсетесіңдер қосып. Суреттегі шарларды сана, жазу құрастыр. Мына жерге балалар, суреттегі шарларды санайсыңдар және есеп құрастырасыңдар. Және сурет бойынша қосу және алу таңбаларын жазу құрастыр. Мысалы, мұнда қуыршақтар санайсыңдар, оң жақта, сол жақта неше қуыршақтар тұрғанын соны жазасыңдар есеп құрастырып. Қаламмен бастырып сыз. Және ақырғы тапсырма балалар, сырым сөреден 3 аспап алды. Оларды сыз, жазу құрастыр. Мысалы, балалар, бірінші сендер аспаптарды барлығын санайсыңдар, содан кейін сол санды жабыстырасыңдар, содан кейін сырым 3 аспап алыпты деп 3-ті жазасыңдар, кейін қанша аспап қалған жазасыңдар. Әлия білезіктер санады, оған жазу құрастыруға көмектес. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.